ми екі нәрсені талап етеді: тынышталу үшін, кайфовать ету үшін. Саған бақыт деген гормондарды шығарып бере алу үшін екі нәрсені талап етеді. Біріншісі, сен толықтай қауіпсіз болу керексің. Рас. Сен уже там киініп отыру керексің, жабық болу керек, там есіктер құлтану керек, үйде отыратын болсаң, түнгі уақытта светте жүру керек деген сияқты нәрселер. Короче, ол базовый қауіпсіздікке жетеді. Вот, сондай нәрселер керек. Артыңнан үйтіп қуып келатса деп отпайсың ғой, дұрыс па? То есть уже қашасың, ол дүниен дұрыс реакция. Екінші мәселе, адамға өте маңызды нәрсе, психиканы тынышталдыратын нәрсе тек қана қауіпсіздік емес, және жалғыз қалмау. И вот сен енді жалғыз қалмай әрдайым әркімнің артынан жұмыс жабысып жүрмейсің ғой. Сол кезде сен Құдаймен қаласың. Сол кезде сен Құдаймен қаласың да, сен отырасың да, жалғыз емес екеніңді өзің миыңа дәлелдейсің. Аллахым қасымда, періштелер қасымда, соны дәлелдейсің де өзіңнің миыңа. И бұл сол сәтте сен миың тынышталады. Миың тынышталды, сол сен кайф халіндесің. Өйткені сен осы нәрселерді адамнан талап етесің да, и андай навязчивый болып кетесің. Жалғыз қалмас үшін сен ана адамды қасыңда әрдайым адам жүргенін талап етіп кетесің. Ол жалғыз қалмау және өліп қалмау деген екі дүниеге сен жауап беру керексің, кепіл беру керексің осы екі нәрсеге. Өліп қалмайтыныңа сен физикалық тұрғыда қорғана алатын болсаң, егер қорғана алмайтын болсаң, бұл жерде де Аллах көмектеседі.